Отандық десең өзіңе тиеді. Елде туристке қызмет көрсету деңгейі сын көтермейді. Ал сапалы демалыстың құны неге қымбат? Жаз шықса, неге шетелге ағыламыз? Барымызды ұқсата алмай отырғанымызға кім кінәлі? Шұрық тесік жолдар, маманның тапшылығы, тоқыраған туризм. Соңғы жылдары туризм дүние жүзі бойынша ең табысты бизнес түріне айналды. Әлемдік экономикадағы қарқыны күшеймесе, бәсеңдемейтін бірден бір салада осы туризм. Бірақ отандық десең өзіңе тиеді, елде туристке қызмет көрсету деңгейі сын көтермейді. Жалпы туризмнің мемлекет үшін пайдасы қандай? Барымызды ұқсата алмай отырғанымызға кім кінәлі? Эфирде айтарым бар, алдымен студия меймандармен таныстырып өтейін. Ернұр Қайратұлы, Қазақ туризм ұлттық компаниясының баспасөз хатшысы, қайырлы күн. Полатбек Жоланов, кәсіпкер, қоғам белсендісі, біршама елде болып келген ағамыз студиямызда, қош келдіңіз. Және Анара Шаймуханова Мұратқызы, Қазақстан туристік қауымдастығының Нұр-Сұлтан қаласы бойынша директор орынбасары, және де экономист Бауыржан Ысқақов скайп арқылы байланысқа шығады. Бүгін осы құраммен туризм, ішкі туризм жайлы, жалпы еліміздегі туризм жайлы пікірталас туғызуға ниетіміз бар. Сіздерде көрсетілген номер бойынша хабарласа аласыздар, ақпарат алуға ниетіңізді бұрсаңыз, біз беруге дайынбыз. Туризм саласында көркем табиғат қана емес, бай тарих пен көне археологиялық жәдігерлер, ерекше салт дәстүрлер де демалушылар үшін басты орында. Ал елде осы айтылғанның бәрі де алайда бар. Неліктен Қазақстан Орта Азияның туристік шаңырағына айналмай отыр? Айнала алмай отырғанының себебі неде? Осыны талқылап көрейікші. Бірден керемет тақырып көтеріпсіздер. Сізге көшейік. Керемет тақырып көтеріпсіздер. Бұл өте орынды мәселе. Талай Полатбек мырза, сізді айтып жүрсіз ғой. Сын көтермейді, туризм сын көтермейді. Талай елге барып келдіңіз. Сын көтермейді. Неге? Неге? Мен енді шет мемлекеттің бәрінде болып келе жатырмын. Ал енді біздің кемшілігіміз, біздің Қазақстанның кемшілігі. Мен көп жылдан бері айтып келе жатырмын, мектептегі балдарды, мектептегі қыз балдарды, мектептегі оқушыларды. Надо будет бірінші класстан, екінші класстан бастап кәсіпкерлікке тәрбиелеу керек. Кәсіпкерлік сабақта оқыту керек. Неліктен? Неліктен? Ол миы болашақ кәсіпкер болатындай қабілетті 11-ші класста бітіргенде уже болашақ кәсіпкер болатындай болу керек. Ол сонда біздің ішкі туризмнің дамуына байланысы бар деп ойлап тұрсыз ба? Бар деген мағарады. Одан кейін жаңа мәдениеттік. Мәдениеттілікті өте жоғары тәрбиелеуіміз керек. Мәдениеттіл болмай, тірлік болмайды. Біз бірнекені жеймізді тастай саламыз. Мысалы үшін, ананы қарамаймыз, әр жерде шашылып жатыр, бағылып жатыр. Одан кейін коррупцияны жою керек. Коррупцияны жоймай, бұл туризм еш уақытта бағытталмайды. Қазіргі біздің ойымыздың барлығы, біздің мұнайымыз бар, біздің алтынымыз бар, біздің көміріміз бар, біздің анамыз бар, мынауымыз бар деп, біз ойымыздың бәрі солай кеткенде туризмді ұмытып кеткенбіз. Туризм машин артта қалып кеткен салды. Ал туризм болу үшін, бір мысал үшін, нені айтайық, Алакөл дедің қай жерде айттың? Бір жерде айтайық. Ал соған баратын жер қалай? Оған пәленбай ақша бөлініп жатыр, жолды істелу. Басқа сервистерді істету дайындалып жатыр. Ал жол істеу үшін жолды тендермен ұтып алады адамдар. Сіз оны жолдың асфальттың құрамын нашар істеп, ол қыстыгүні опырылып кетеді. Көктемге дайын емес, шашылып қалады. Барғанша туристер ентігіп барады, ұқтайды. Қайтадан демалады, қайтып қайтады. Соған екінші ол барғысы келмейді. Сол себепті коррупцияны жоймай тірлік болмайды. Ойыңызға рахмет. Міне жемқорлық туралы айтып бастаған кезде, енді құрметті меймандар, Анар ханым біздің студияға келіп отырған Ернұр мырза, сізге де сауалымыз дайын. Халық атынан сөйлеп отырған, міне талай елді көріп келген, 90%-ын аралап келген ағамыз айтып отыр. Сын көтермейді. Енді бірден таңдалып жатқан туризм орындары да өте шағын, алыс жерде орналасқан, ол жаққа баратын жолдың өзі сын көтермейді деп жатыр. Болатбек ағамыздың айтып отырғаны дұрыс. Негізінде ең басты мәселе ол кішкентай кезімізден негізінен кәсіпкерлікке дамыту керек балаларымызды. Неге керек ол? Өйткені туризм деген ол сала тек қана біздің ойымызда барып қана демалу ғана сала емес қой, ол табыс көзі саласы, табыс көру. Бұл жерде мысалы
кәсіпкер өз тұтынушының көңілін табу үшін ол барлық жағдай жасайды туристерге, мысалы, ол сол жерде соның көңілінен шықса, турист жақсы көңілмен кетеді. Өйткені туризм деген ол әсер алу саласы. Оны сатып алған кезде сіз не алып жатқаныңызды білмейсіз, өкінішке орай. Оны тур өтіп қойылғаннан кейін барып, сіз содан кейін өз пікіріңізді қалыптастырасыз. Ең басты мәселе сол жерде кәсіпкер немесе қызмет көрсететін мамандардың сервис көрсету қабілеті ма? Қабілетті көрсету келуі, оның сол неге біз өкінішке орай неге біз қазір сервис көрсете алмаймыз? Өйткені біз жақсы тұтынушымыз, бірақ біз жақсы сервисті көрсетуге әлі дайын емеспіз. Мамандарымыз жоқ, және ол мамандарды даярлайтын мектеп те жоқ, олардың барлығы бар, эксперт те жоқ. Олардың барлығы бар, аз болса да бар, бірақ масштабты түрде, менталды түрде өзіміз әлі дайын емеспіз. Өйткені біз пока мұнай барда, әсіресе туризм кішкене былай, бізге ол демалыс саласы, әлі табыс көру саласы. Табыс көзі ретінде біз оны бірінші қатарға қойып отырған жоқпыз. Ең бірінші қатарға қойсақ, ол жерде қалай болады? Келген адам, сізге оның көңілін тапсаңыз, сол жерде ол ғана жақсы әсермен кетсе, ол жолға да қарамайды, жаман жолға да қарамайды, бұлай кейбір ақаулықтарға қарамайды да, жақсы әсер алып кетсе, сіз оған жақсы ақпарат берсеңіз, жақсы оны күтіп алып, қарсы алып, туризмді жақсы демалыс сыйласақ, қайтып таңдайды дейсіз. Ол андай нелерге қарамайды. Жақсы, Ернұр мырза. Анар ханым, енді былай сұрайыншы. Енді Өзбекстанға барып келдік талай, сіз де барған шығарсыздар. Кореяға барып келсек те, Түркияға барып келсек те, Грузияға барсақ та, сол елдің мемлекетінің мәдениетін, салт дәстүрін, ерекшеліктерін біразға дейін айтып отырамыз. Неге біздің қазақтың өзіміздің қазақы колоритіміз жоқ, пиарымыз дамымаған. Қазақ туралы осындай біздің өзіміздің стилистикамызбен тарихымызды, салт дәстүрімізді насихаттайтын ақпарат көздері аз. Келісесіз бе, Анар ханым? Сіз айттыңыз ғой, неге солай ойлайсыздар дедіңіз, иә? Неге солай ойлайды екен халық? Біз барлығын жасап жатырмыз деді. Ал халық ақпарат көздерінде бұл ақпаратты негізі аз алып отыр. Қай жерге барып демалатыны туралы да білмейді. Енді шыны керек, шындықты айтатын болсақ, туризм саласы осындай приоритеттік негізде қарастыру 2017 жылдан бастап қана қарастырылды. Ол біріншіден. Туризм саласы Қазақстандағы жаңа сала деп санауға болады. Жаңа, енді дамып келе жатыр. Ол біріншіден. Екіншіден, осы өткен пандемия кезі бір қатар әсер тегізді. Ол әсердің жағымды жағы бар, және жағымсыз. Жағымды жағы бұл біздің қазақстандықтар елде қалып, серуендеп, саяхаттап, қазақстандықтардың ақшасы біздің елде қалды да, жағымды жағы. Ал жағымсыз жағы, мен біраз кәсіпкерлерді енді қорғайтын ойым бар. Біздің қазақстандықтар осы елдің ішінде демалған кезде соңынан қалған анандай мусор қалады ғой. Сондай жағымсыз әсер бар. Осы ішкі туризмнің дамуына. Демалыс орындарда демалудың өзінің мәдениеті жоқ, қалыптаспаған. Дәл солай, соны айтатын ойым бар. Енді шет елмен салыстыратын болсақ, әр туризмнің өз тұтынушысы бар. Біздің мысалға Қазақстандағы туризм шет елдегі азаматтарға қызықты болып келеді. Қай туризм түрі? Экотуризм түрі. Біз Қазақстандық туристік қауымдастығы көп сондай жұмыс атқарып жатырмыз экотуризм бойынша. Біздің елде әсіресе ұлттық табиғи парктар бар ғой. Осы табиғи парктардың маңайында көптеген ауылды жерлер бар. Ол ауылды жерлердегі қонақжай үйлер бар. Орысша айтқанда гостевой дом. Осында қонақжай үйлер шет елдің азаматтарына, әсіресе Европадан келетін азаматтарға өте қызықты болып келеді. Сондықтан шет елдермен салыстырғанда дұрыс салыстыру керек. Қандай туризмнің түрін айтып жатқанын нақтылау керек.
деп Осы жерде ойлаймын. сұрап қалайын онда. Геосаяси ахуалға байланысты енді бізге шетелден, көптеген Ресейден де келіп жатқан азаматтар өте көп келіп жатыр. Туристер деп айтайық. Осы туристердің келіп жатқанын пайдаланып, неге ішкі туризмді, отандық туризмді көтермеске? Біріншіден, былай сұрайыншы, енді туризмнің түрлері көп қой, 20-ға жуық, иә? Жазғы туризм дейді, қысқы туризм, қазақы туризм, жастар туризмі, тағы міне экологиялық туризм деп айттыңыз өзіңіз. Қайсысын дәл қазір дамыту бізге оңтайлы экономикамызды көтеру үшін? Және қайсысы дамып жатыр? Қосылсаңыз болады. Геосаяси жалпы пандемияның әсер салдарынан ішкі туризм жақсы дамыды. Сұраныс артып, енді ол естественный процесс дейді ғой. Сол себепті 2019-дан мәселен 6 миллион 600 ішкі турист тіркелсе, енді 2020 жылы енді әртүрлі шектеулі шаралар себептерінен отырып қалды кішкене көрсеткіштер. Бірақ 2021 жылы ішкі туристер саны рекордтық көрсеткіш пайда болды. Ол жерде 6 миллион 900 ішкі турист саналды. Ол дегеніміз еліміздің баратын жерлері бар. Еліміздің азаматтарымыз өз елін көруге ниеті бар негізінде. Ол үшін жылдан жылға сұраныс бар жерде кәсіпкерлерді өз тарапынан сол сұранысқа жауап ретінде ұсыныстарын беріп жатыр. Қазір жылдан жылға орналасу орындардың саны көбейіп жатыр. Мысалы қазірдің өзінде 3686 бір орналасу орындары. Қанша пайыз өсті? Кәсіпкерлердің стартап идеялары, өздерінің сұраныстары сізге келіп, мынандай кәсіпті бастайын деп еді, міне мына орталықта деген сұраныс. Нақты бізге келмегенмен, ол жергілікті әкімдіктерге барып хабарласады ғой. Сол жерге біз осындай салайын деп едік, мысалы, сіздердің тарапынан бір қолдау бар ма деген сияқты. Қолдау бар ма? Соны ескеріп отырып, иә. Қандай қолдау бар кәсіпкерлерге? Осы жылдан бастап кәсіпкерлерге жалпы туризм саласына 7 ауқымды шара қабылданды заң түрінде. Оның бірі, мысалы, сіз кәсіпкер болсаңыз, туристік нысан салуға ниеттенсеңіз, немесе бар туристік нысанды реконструкциялағыңыз келсе, мемлекет тарапынан 10% шығымын қайтару қарастырылған. Несие, бірақ... Несие емес, қайтарылым. Субсидия. Жақсы. Субсидия. Возврат дейді ғой. Сіз, мысалы, возмещение затрат. 100 миллионға бір нысан салсаңыз, оның 10 миллионын сізге мемлекет тарапқа қайтарып береді. Өйткені мемлекетке де керек ол жерде жаңа нысан болғаны. Өйткені жаңа нысандар саны өскен сайын, жаңа орналасу сандары өскен сайын, сол жердің туристерді қабылдау қабілеті көбейеді. Ішкі туризмге жалпы туристер саны сол жерге көп келеді. Өйткені қазіргі бізде айтып отырмын ғой, 3686 орналасу орындары болса, оның тек бір аз ғана пайызы, ол 3, 4, 5 жылдызды отельдер. Оның саны 186 болуы мүмкін. Шамамен. Ал мысалы, сіз айтып отқан шетелдік туристік тұрғыда дамыған елдер, ол жерде 3, 4, 5 жылдыздық отельдер саны өте көп. Олар 70-80% болуы мүмкін сол жердің. Біз сол көрсеткішке келуіміз керек. Сол көрсеткішке келген кезде біздің елімізде туризм саласы дамиды. Дамығанда сервистік сапа деңгейде болады, өз деңгейінде. Сіз барғанда сіз төлеген ақшаңызға сол сервисті ала аласыз. Көбіне біздің ішкі туризмде, отандық туризмде қызмет көрсетіп жатқан кәсіпкерлердің қандай гостиницалар бар, отельдер, қонақ үйлер ма, ол этно, юрта, киіз үй ретінде ма? 3 жұлдызды және төмен, және мүлдем жұлдызы жоқ, жай кәдімгі үйшіктер. Демалыс орны, орталығы, база отдыха, зона отдыха дейді ғой. Ол ұғым сервис ұғыммен келіспейді. Қайшы келеді? Иә. Осыны қазір талдаймыз. Және мемлекеттік қолдау деп қалдыңыз. Мемлекеттік қолдау демекші, енді қайтарылым жақсы 10%. Ал гранттар бар ма? Қайтарымсыз. Өйткені біз өзіміздің ішкі туризмізді, отандық туризмізді ниет білдіріп жатқан кәсіпкерлерді қолдамасақ мемлекет болып, міне саған ақша жерді таңда, осы жерді көркендір демесек, бізден басқа келіп кім көтереді? Ол жерде де талқылайтынымыз бар. Талқылайтын боламыз. Ерлерімізге сөзіңізді бөлейін. Дәл қазір бізде шағын үзіліс, жарнамадан кейін ораламыз тақырыбымызға. Эфирде айтарым бар бағдарламасы әлемде экономиканың 10% туризмге тиесілі, бірақ біз бұл көрсеткішке әлі жете алмадық. Себебі сан алуан, осы ретте ел тұрғындарының
да пікірін біліп көрдік. Экранға назар салайық. Блиц. Отандық туризмге негізі жалғыз мен емес, бүкіл Қазақстан халқы қымбат деп жал жасайды ғой. Бізде сосын обустройство да дұрыс емес. Көгалдандыру, таза ауа деген сияқты нәрсе. Толады ғой жаңа Қазақстан, жаңа Қазақстан болып келе жатыр ғой. Білмеймін, мен туризмге барып көргім жоқ, қалай айта аламын. Алматыға барғым келеді. Қазақстанымыздың бұрынғы Астана болған. Соған барғым келеді, а туризм дегенді мен барып көрген жоқпын. Но была в Боровом нашей, вот это вот Баянауыл была, в Алмате была, получается. Услуга, ну, была не услуга, но не всегда, не везде, как хотелось бы. Все равно как-то граждан Казахстана какая-то это должна быть, услуга должна быть более такой, знаешь, оснащенная, более такой этот. Ана меркеге бар демалам жылда. Меркеге. Өз біздерге пенсионерлерге бесплатный путевка береді. Әкімшіліктен. Соған жылда барып демалып келемін. Жақсы, өте тамаша жерде. Ой, мен әлі барып көрген жоқ, бірақ енді білмеймін, жақсы шығар адамдар барып жатыр ғой. Енді қымбат деп жатыр ғой бұл жерде бәрі. Қазіргі біздің бағамен енді қымбат біздің жан-жағымыздағылар. Лучше, наверное, Турция ездить. Я, тұрғындардың сөзінен аңғарғанымыз көрікті мекен көп болғанымен, қызмет көрсету саласы сапасы да нашар, бағасы қымбат, шұрық-тесік жолдармен жету қиын, кадр тапшы, қысқасы түйіні тарқылмаған түйткіл жетерлік. Елде туризмнің кенже жалып қалып тұруының бірнеше себептері айтылып жүр, соның бірі баға құнының жоғары болуы. Жаңа айтып қалды, біздің еліміздің тұрғындарынан, қаламыздың тұрғындарынан естідіңіз. Өте қымбат ішкі туризм. Бара алмай жүргендер қаншама? Неліктен бұлай? Өте қымбат дегенде ол... Қол жетімсіз. Дәл осы 200 мың теңгеге, мәселен 200 мың теңге төңірегінде қарастыратын болсақ, өзге елге барып, ол инклюзивті алып, демалып келе алады. 200 мыңға ала алмайсыз. Ала алмаймыз, жақсы. 200 мың, 300 мың бұл біздің ішкі туризмге өте қымбат секілді. Мен қызым, мен мұнаны бір айтып жіберейін. Жаңа кім інім айтып кетті, 6 миллионнан астам ішкі туризм келді деп. Бұлай шындап қарайтын болсақ, мұның енді где-то бір 80% өтірік. Неге? Неге? Біреудің үйіне қонақ келді, бір күнге жатып кеткенсің саған. Ол да бұлардың есебіне кіріп жатыр. Ол турист емес. Тойға келді, гостиницаға бір күн жатып кетті, бұлардың есебіне кіріп жатыр. Сондай мәселелердің барлығын санаған кезде 6 миллионнан асып, бұлардың сыбыт үстінде тұр. Түсіндік. Ал енді 6,5 миллиондай, 6,5 мың шет мемлекеттен келген туристер, бұл тағы біраз өтірік. 80%. Жақсы. Неге? Кірпіш құюға келеді, стройкаға келеді, олар турист деп жазылып келеді. Турист деп жазылады. Сонан ол бұяқа келгенде турист деп тіркеліп, ананың үйінде бір ай екеге тұрады. Еліміздің экономикасына ешқандай септігін тигізіп жатқан жоқ, керісінше айлығын алып, жіберіп табысын тауып сөйтіп кетіп жатыр. Жақсы, бұл түсіндік. Осы жерден нақтылап жіберейін. Қазір мен сіздің сөзіңізді білейінші, осы жерде қазір студиямызға қосылған қонақты таныстырайыншы алдымен. Бізге студиямызға жарнама кезінде қосылған мына жас жігіт Бақберген Бақжанұлы. Бірақ кәсіпкер және осы туризм саласында бірталай қызмет етіп жүрген жанның бірі. Сізді де қазір әңгімеге тартамыз, қаншалықты өтіп жатырын анықтайық. Мен Орландо штатында болдым. Үлкен тепличный комплекске кірдік. Турист болып кіресің. Кіргенің жаңағы ақша, $100. Оны ішіндегі қалай помидорлардың қалай шығып жатқаны, огурцидың қалай шығып жатқаны, қалай упаковать етіп машинаға кетіп жатқанын бәрін көзбен көресің. А бізде көз тиеді деп кіргізбейді. Видеоға түсіргізбейді. Көз тиеді, видеоға түсірілмейді. Көз тиеді, сөйтіп ана помидорлар, огурцидың бәрі өліп қалады деп кіргізбейді. Жақсы. Мына қараңыз. Соны мен мынандай айтып келатырмын. Мектептің оқушыларын 5 класстан бастап па сабақ бар, агрономия сабақ, басқа сабақ. Сіз айттыңыз бұны, мектепте сабақты енгізіп? Жоқ, сол жерде барып, теплица болып атқан жерлерді көрсетіп, соған сабақ өтсе, дұрыс айтасыз. Ана балдардың ойында қалады, болашақта бәлкім кәсіпкер болып осыны дамытады шығар. Дұрыс айтасыз. Енді осы жерде мен... Қызым, одан кейін огурцидті бір тістеп тастай салмайды. Дұрыс. Помидорды бір тістеп тастай салмайды. Олар
соны құрметтейтін болады. Қандай еңбекпен шыққанын Еңбекпен қалай шығып жатқанын. Және жалпы мәдениетті де сақтайтын болады. Жақсы, рахмет ойыңызға. Енді осы жерде Бауыржан мырза, экономист маманды қостақ скайпқа байланысқа. Бауыржан мырза, қайырлы күн. Естіліп тұр ма даусыңыз? Манадан бағдарламаның басынан айтылып жатқан пікірлерді де естідіңіз, сарапшылардың ойында естідіңіз. Енді ортаға әңгімеге араласып отырсаңыз. Экономика жайында әңгіме өрбіттік. Міне елімізге тиетін пайдасындай туризмнің 20-ға жуық түрлері көп. Енді сіздің жеке өзіңіздің ойыңызша қайсысын дамыту керек? Әрине, жалпы қазіргі уақытта біздің экономиканың негізгі кіруші, бізге экономикаға қаржы құюшы сала әлі де сол осы қалыптасқан дәстүрлі түрде мұнай-газ секторынан келіп жатқандығы белгілі. Бірақ та әлемнің көптеген мемлекеттерінде дәл осы мұнайдан, газдан түсетін табысты туризмнан тауып отырған мемлекеттер қазіргі уақытта жыл өткен сайын артып отыр. Яғни бұл не деген сөз? Бұл қай мемлекет болмасын, әр мемлекеттің өзінің бір елді қысықтыра алатындай табиғатының әсем жерін көрсететін жерлер болады. Қазақстанды нақты мысал ретінде айтатын болсақ, бізге жаңағы сіз айтып өткен туризмнің 20 түрлі саласының барлығын таратуға болады. Енді біздің жалпы мынау табиғи орналасу территориялық жеріміздің өзі енді бір табиғатқа бағыныштылау екендігі белгілі. Мысалға біздегі мынау адамдардың демалыс орындарына, жылыжайларға, немесе жаңағындай бір теңіздерге, мынау көлдерге, Алакөл дейміз, Бурабай дейміз, сондай жерлерге тек қана бір айдың екі үш ақ айды ғана біз табыс көзіне айналдырып қана біз сол дәстүрлі ғана туризммен ғана дамып келе жатырмыз. Неге мысалға бізде этнотуризмді дамытпасқа, неге бізге мәдени туризмді дамытпасқа, біз неге осы ұлттық код дейміз, біздің жалпы қазақтың паспортына айналған Абай атамыздың өзі қазіргі уақытта облыс атағын алып жатқан. Міне сол жердің өзінен жаңағы айтылған 20 туристік саланың 20-сына табуға болады. Мына мен өзім мысалға сол Абай елінің азаматы болғандықтан мен өзім жыл сайын бір 2 рет кем дегенде 3 рет барып тұрамын. Сол кезде Жидебайға барған кезде жаңағындай ең бірінші осы сондағы адамдардан сұрасақ, ол жердегілер көбінесе жаңағындай осы алыстан да жақыннан келгендердің барлығы да ол жерге бір сезондық сипатқа, мынау бір көлге түсейік, немесе тағы да басқа бір демалыс орны емес, бұл жерде рухани азық алып қайтуға келетіндердің саны өте көп екен. Яғни сол жерде қарап отыратын болса, сол Абай атамыздың Жидебайдың дәл әр жағында Абай атамыздың інісінің атын иеленген Оспан көл деген көл бар. Көп адамдар білсе, көп адамдар білмейді. Мысалға жаңағы адамдар мысалға қаншама жолды артқа салып келіп 2 күндей болар, әр кетсе 3 күн болып сол Абай елінің жаңағындай табиғатымен, ол жердің мәдениеті, дәстүрімен, әдебиетімен танысқаннан кейін әрине барлығы да демалатын орын іздейтіні белгілі. Олар салып ұрып қайтадан жаңағындай Аягөз арқылы анау 500-600 километр жердегі Алакөлге барады. Ол жердегі жолдың жағдайын айтпай қояйын. Ал сол біз жаңағындай Оспан көлді де былай айтқан кезде барған азаматтар бар шығар. Сол көлдің қасиеттілігі жаңағы біздің Алакөлден ешқандай да кем түспейді. Сол жерді туристік ошақ айналдыратын болсақ, жаңағы адамдар бір жағынан демалып та кетеді, екінші жағынан ем алып та кетеді. Яғни біз осындай. Бірақ бізде көбінесе мынау туризм саласын дамыту кезінде біз қалыптасқан бір стереотиптер ғана бар. Ол жерде міндетті түрде жаңағындай бір мысалға этно ауылдар деген әңгіме болатын болса, біз ол жерге жасанды этно ауылдарды қойып қоямыз. Сол арқылы да біз былай айтқан кезде сол сырттан келетін адамдардың өзін бір фобиямен қорқытып алатын сияқтымыз. Неге мысалға сол жаңағы мысалға бір көптеген бір туризмге арналған бағдарламаны қарап отыратын болсақ, көптеген туристер олар аралаған кезде, әлемді аралаған кезде сол жердің қалыпты, ешқандай да жасандылық емес жерлерін көрсетіп жатады. Сол біздің Абай елінде де қаншама мысалға жайлауларында қой бағып отырған азаматтар бар. Сол жерлерді жаңағы ағамыз айтқан сияқты қорқып керек жоқ, көз тиеді, сөз тиеді деген керек жоқ. Біз сол жерлердің өздерін жаңағыдай бір туризмнің бір саласы ретінде дамытып қоятын болсақ, ол сол барған жерлерге де адамдарға да үлкен жаңағындай мотивация да болуы мүмкін. Екіншіден біз адамдарды шаршатып алмаймыз. Екінші рет қайтадан келуге мүмкіндік береміз деп өзім ойлаймын. Яғни жол қалай болады жол? Айтты экономист маманның өзі де айтып жатыр, жол сын көтермейді. Жол мәселесі әрине. Жол өте бір сондай енді қазіргі уақытта енді ең бірінші кезекте адамдар шаршамай бару керек қой. Шаршамай бару керек. Жолды істегеннен кейін кәсібін істеу керек. Осы жол дегенге мәселе. Мысалға сол мынау Абай облысы дейміз, Семей қаласынан егер де сол Жидебайға баратын болсақ, ең бірінші адамдардың тоқтайтын жері Күшікбай деген көлдің не бар, бұлақ бар. Сол бұлақтың жағдайының өзі былай айтқан кезде адамды екінші рет баруға ешқандай бір қызықтырмайды. Яғни әжетханасының да жағдайы өте нашар, жолдың да жағдайы, тіпті жаңағы сол ашылып қойылған қонақ үйдің өзі, сорадағы дәмханасының өзі адамдар кіретіндей жағдайда емес. Яғни біз одан кейін қалай біз Абайды таныстыра аламыз, Абай арқылы біз қалай туризмді таныстыра аламыз. Яғни
театр Начинается с вешалки. Я осыған тіреліп тұр ғой. туризмнің өзі осында бір қарапайым көзге көрінбейтін нәрселерден басталу керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Жалғастырсаңыз болады, Ернұр мырза. Жалғастырып кетсем, Қазақстанда демалатын тарихи тұрғыда былай қарайтын жерлер өте көп. Әрбір өңірдің өзінің бір қасиетті жері бар деуге болады. Ендігі мәселе, оның бәрін бір кезекте дамытамын десеңіз, ол ешқандай да бюджет жетпейді оған. Ешқандай да құзырлы орган оны жетілдіре алмайды. Өйткені Бірақ сөзіңізді білейін, Ернұр мырза, бұл қасиетті мекендерімізді, өзіміздің тарихымызды, көшпелі ата-бабаларымыздың тұрмыс салтын түсіндіретіндей, өзіміздің қазағымыз екенін дәлелдейтіндей, осындай қасиетті мекендерді дамытатындай уақыт келген шығар? Келген шығар, дұрыс айтасыз, иә. Мен айтайын деп тұрғаным, бір кезекте оның істеуі мүмкін емес. Барлық жерге барлығын тастап, тек сол жерге жол жасайтын болсақ, барлық Қазақстанның жерлеріне жол жасайтын болсақ, сол жерге инфрақұрылым істейтін болсақ, басқа да ештеңеге біздің қаражатымыз жетпейді. Приоритет болу керек. Қазіргі таңда ол приоритет бар. Елімізде топ 10 орын бекітілген дестинация дейді ғой. Ол ең массовый туристті қабылдай алатын, жаппай туристер қабылдай алатын топ 10 дестинациялар бекітілді. Сол жерлерге Ош айтқанда брошенный все силы дейді ғой. Сол жерлерді жетілдіріп алайық, дұрыстап. Сол жерлерге барлық жағдайлар жасатып алайық. Сосын барып, соған қарап, басқа өңірлерде дамытқаннан кейін, сол степ-бай-степ дейді ғой, бірде-бірде жігіт керемет айтып отыр. Ал енді мынау қазір баратын жерлерге придорожный сервистер істету керек, бірнеше. Ол да бар, осы жерден жалғастырып кетейін. Придорожный сервисте оны кәсіпкерлер жасау керек, дұрыс па? Придорожный сервисті қазір қолдау керек қазір. Қолдау бар. 25% мемлекет тарапынан қайтарылым қарастырған. Егер де сіз придорожный сервис салғыңыз келсе, сол туристік аймаққа баратын жолда, жолдың бойында придорожный сервис салғыңыз келсе, мемлекет тарапынан 25% қолдау қайтарылған. Енді онда былай сұрайыншы, Анар ханым. Тек қана қолдау емес, сол придорожный сервис туалеттер болады ғой. Иә. Соны туалетті күтіп ұстау үшін. Жоқ. Жай просто туалет, обычный туалет. Соны күтіп ұстау үшін мемлекет тарапынан ай сайын 83 мың теңге бөлініп отыр. Оны кәсіпкер не істеу керек? Салу керек, актілердің бәрін тапсыру керек. Вот в эксплуатацию дейді, қосу керек. Сосын мемлекет тарапынан ай сайын күтіп ұстау үшін қолдау ретінде өздері төлеп отырады. Иә, оны күтіп ұстайтын мысалы адамға зарплата дейді ғой. Соны мемлекет тарапынан содан жағдай. Енді осы жерде тағы да сұрақ туындап тұр. Жақсы, қолдау бар екен мемлекеттен, бірақ бұл кәсіпкерлер, міне кәсіпкер ретінде Бақберген мырза отыр. Бірақ бұл туралы ақпарат аз. Неліктен? Неге насихаттамай отырмыз? Пиар неге аз? Ол жаңа шара. Жақсы. Енді жылдың басында бір қайғылы енді себептермен басқа да бір шегерілген жоқ. Оған кішкене көңіл бөлінген жоқ. Жақсы. Енді мағыра. Январлық событиялар бар. Бурабайға барғанша, қайтқанша придорожный сервис бар ма? Бар. Мысалы үшін? Казвей бар мысалы. Современный придорожный сервис бар ма? Иә, Казвей деген сервис бар. Ол ар жағындағы ненің? Жоқ, жолдың бойында. Ал енді мысалы дейін, придорожный сервис болу керек, ол енді бір барлық жағы условияның бәрі дайын болу керек. Ол жерде условияның барлығы бар. Сол Казвейде мысалы барсаңыз, Бурабайға баратын жолда 2-3 бар. Ол нағыз тоқтау керек жерлерде тоқтайсыз. Оның ішінде күтіліп ұстайтын туалет бар, әжетханасы бар. Ол жерде шағын бір ғана кафесі бар. Ол жерде сондай жағдай бар. Енді кәсіпкерлер сол модельмен, сол дизайнмен Қазавтожолдан алып салам дейтін болса, ондай мүмкіндік бар. Тек сол келіп, жергілікті әкімдікке барып, мен осындай салдым. Сол жерден комиссия құрылады да, оған қайтарылым беріледі, оған еще ай сайын субсидия. Бұл ақпараттарды қай жерден көре алады? Ол ақпаратты қазақ туризм ресурстарынан табуға болады. Сайтыңызды қазір айтып жіберсеңіз, тыңдап отырған жас кәсіпкерлер хабарлассын сізге. Қай жерге хабарласып білуге болады? Қазақ туризм? Оны қазақ туризм ақпарат береміз. Қазавтожолға жергілікті әкімдіктерден толық ақпарат алуға болады. Жақсы. Қазавтожолдан хабарласады. Ома қараңыз. Сен айтуға прияс керемет айтып жатсың. Ал енді оның бәрі дұрыс емес. Сен жерді алып көрші, кәсіпкер жерді алып көршінші, мен придорожный сервис салам деп. Қазавтожол береді. Қолдау бар деп тұр. Келсе ғана ниет білдіріп келсе қолдаймыз деп. Бақберген мырза, естіп отырсыз ғой. Сіздің де талай өзіңіздің қолдауыңыз бар салада. Туризм саласы бізде Алматыда жақсы дамыған ғой. Қалай қарасақ та мына экрандағы Шарын, Көлсай қайында барлығы
Ол жерде Казуэйді де көрдік. Егерден факт түрінде қарайтын болса, Казуэй бәлки белгі бір жерде жақсы жұмыс жасайтын жар, бірақ жақсы жұмыс жасамайтын жерлер де бар да. Мысалы, мен өз көзіммен көрген Көлсайдың жолында тұрған Казуэй, ол жабық тұрғаны 1,5 жыл болды. Ол кәсіпкерлердің өзіне байланысты. Иә, енді қараңыз, бұл жерде қараңыз, жалпы менің өзім ойымша, халықта бірден бір түсінік бар. В общем, бүткіл кінәні алады да өкіметке жауып қояды. Либо өкімет құзырында істейтін адам барлығы, как будто соның бәрі мәселені шешу керек сияқты. Менің ойымша, қазір өкімет ұстанып отқан политикасы ол дұрыс. Бұның барлығын кім шешеді? На самом деле адам шешеді ғой. Адам по факту кәсіпкер шешеді. Кәсіпкер деген ол кім? Кәсіпкер ол сіздің ініңіз, ол мен, балаңыз, бауырыңыз да. Бірінші очередте мен ойлаймын, бұның жауабы андай. Бәрі бізде Қазақстан егер ақыл айту бойынша чемпионат мира болатын болса, бірінші орын болатын еді. Бәрі бірінші очередте ақыл айтуға номер 1 дайын да. Ал ешкім оны жасау керек қой. Өзінен бастап, өзінің отырып жатқан ортасын. Как минимум бірінші сұрақ, неге менің жанымда сондай адам жоқ, который осыны істей алатын деген сияқты бірінші сол ойды фильтрден өткізсе. Жақсы, ойыңызды түсіндік. Қазір бізге хабарласып отырған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Бауыржан мырза, сосын сізге сөз береміз. Қайырлы күн, естіп отырмыз. Байланыстасыз, есіміңізді атап, өзіңіз сұрағыңызды жолдай берсеңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Айнұрмын. Қай қаладан хабарласып отырсыз? Алматы облысынан. Жақсы, Айнұр ханым, енді сұрағыңызды жолдай берсеңіз, тікелей байланыстасыз. Туризм туралы айтайын дегенім ғой. Ана Іле Алатауы деген парк бар, ана Түргенский водопад. Сол жақта екі апостан өткенде туристер ақша төлейді оған. Бірақ мұсырлар шашылып жатады, нелер туалет жоқ, оны қалай қарайды? Өкімет бәрі қарайды дейді, оны кім қарайды Іле Алатауыны? Рахмет сұрағыңызға, Анар ханым жауап берсеңіз болады. Бұл мәселенің екі жағы бар. Біріншіден бұл атап кеттік қой, адамның өз демалу мәдениетіне байланысты, сол қоқысты қалдырған адамның мәдениетіне байланысты. Екіншіден, енді сұрағы дұрыс, оны жинайтын сол ұлттық парктың қызметкерлері, жауаптылары. Бәлкім осы жерге келіп демалатын халықты да айыппұл салып жауапкершілікке тарту керек шығар. Осыны бақылайтын бір бақылауды күшейту керек шығар. Ол жерде мысалы сол лесничилар деген сияқты орманшылар ұстап алса, негізінде өйткені бір рет жазаласа, айыппұл салып ондай бар. Қайталанбайды. Іле Алатаудың аумағы ұлттық парктар арасында 2-3 орында тұрған шығар, оның ауқымы үлкен. Ол турист любой жерінде жүру мүмкін, иә? Қадағалау мүмкін емес дейсіз? Қадағалау мүмкін емес, тем более олардың саны аз да, мысалы. Мысалы, Америкада олардың рейнджерлары, мысалы, ұлттық парктың өзінде 700-800 рейнджерлар қызмет атқарады. Бізде мысалы астындағы мотобайкпен деп тұрсыз ғой, мысалы 10 шақты адам болуы мүмкін. Ол өте аз да, мысалы бізде. Енді былай айтайықшы, қазір тағы да Бақберген айтпақшы. Қосып кетейінші, мысалы бір ұлттық парктың өзінде Іле Алатаудың жылына бір 35 мың тонна мусор шығарады екен. Оны кім қалдырады? Адамдар қалдырады. Енді сіз рейнджер деп қалдыңыз. Рейнджеріміз жоқ, көлігіміз, мотобайкымыз жоқ, аралайтын адамдар аз. Бәлкім кіреберісте осы күзетте тұрған адамдар шетелдегідей мынандай үлкен әдемі қоржынды беріп, міне қазір сен демалып болғаннан кейін артыңнан мына қоржынды мына жаққа тапсыршы, мен саған бір бонус беремін. Келесі келгенде саған бір пайыздық үстемақы береміз дегенмен арттырып маркетологияда сондай бір сервисті күшейтуіміз керек шығар. Бұны да бір есепке алсаңыздар. Бауыржан мырза, сізді байланысқа қосамыз. Бізде шағын үзіліс, қызу тақырып, сондықтан хабарлассаңыздар болады. Біз шағын үзілістен кейін тағы ораламыз. Бұл айтарым бар, біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген номер бойынша сіз де бүгінгі тақырыпқа ойыңызды қоса аласыз. Бүгін біз отандық туризм және оның кедергілерімен сын көтермейтін тұстарын талқылаудамыз. Сарапшыларымыз бар студияда, қоғам белсенділері, міне кәсіпкердің өзі бар, және Бауыржан мырза, экономист, маманда байланыста. Бауыржан мырза, сізді қазір байланысқа көсіп көрейік, сөзіңізді бөлдік. Егер жаңаға айтылған мәселелерге қатысты сіздің ой пікіріңіз бар болса, осы жерде естіп тыңдап алайықшы. Жол деп қалдық. Бәлкім жолды салуға енді расымен туризмнің
дамуына жолдың өзі шаршатып, ойдағыдай кедергісін келтіріп жатыр, осал тұстардың бірі. Жолды салуға бәлкім инвесторларды тарту керек шығар. Қалай ойлайсыз? Ең басты осы мәселені келістіріп болғаннан кейін ішкі туризмді дамиды шығар. Әлемдегі мына жол салу мәселесін қарайтын болсақ та, ол жерде тек қана 100% мемлекет ол үлкен жауапкершілікті ала бермейді. Ол жерде мемлекеттік жеке меншік жаңағыдай бағытындағы, яғни 50-50%-бен сыртқы инвесторларды тартуға болады. Өйткені мысалға қазірдің өзінде қарап отыратын болсақ, мына Қарағанды мен Нұр-Сұлтан қаласы, Нұр-Сұлтан мен Бурабай бағытындағы ақылы темір жолдар, ол ақылы болғаннан кейін, ол яғни өзінің жаңағыдай күнделікті шығындарын, басқа да жөндеу жұмыстарын тұрақты түрде сол ақылы қаржыдан түскен қаражаттармен қамтамасыз еткендіктен сапалы деп айтуға болады мысалға. Қазір мынау Павлодарға қарай, ары қарай Абай облысына қарай жолдың да жөнделгендігі белгілі. Яғни жол ол ең бірінші кезектегі жаңағындай ол тек қана туризм ғана емес, ол жалпы іштегі мынау облыс аралықтарындағы, қала мен қаланың аралықтарындағы сауданың да халықтың да тұрмыс тіршілігіне өте қатты әсер ететін дүние. Сол үшін тек қана біз бұны жаңағындай туризммен байланыстырып керек жоқ. Бірақ та мен бір нәрсе айтар едім, жаңағы осы мынау Қазтуризм ұлттық жаңағындай компаниясының өкілі келіп отыр ғой. Мысалға бұл жерде жаңағындай бізде бір мынау осы туризмді тек қана бір ғана бағытта туризмнің саласымен ғана дамытатын болсақ, ол әрине жаңағындай біздің тек қана 25-30% ғана мақсатымыздың орындалғандығы. Бұл жерде ол жергілікті әкімшіліктермен де жаңағыдай тікелей меморандум арқылы жұмыс жасалу керек. Жолға жауап беретін Қазавтожолыңыз бар, инфрақұрылымдық дамыту министрлігі бар. Міне осындай сияқты салалық министрліктермен кешенді бағдарлама болуы керек. Сосын тағы да бір айта кетерім, жаңа жол деп қалдық. Мысалға осы біздің енді Қазақстан әлемнің 9-шы мемлекеті болғандықтан, мысалға мен бір жерге қыдырып барғым келетін болса, жолдың азабын көретіндігі белгілі. Жаңағы осы өкілдің өзі айтып отыр ғой, оған да біраз уақыт қажет деп. Неге мысалға біз осының басқа альтернативті түрінде әзірлемейміз туризм дамытуға? Ол қандай? Ол мысалға біз егер де мынау авиа керосинді жаңағы өзімізден шығатын осы керосиннің бағасын төмендететін болсақ, жеңіл авиациямен де біз мысалға Алматыдан Үшаралға, Алматыдан Бурабайға тез оңай жетуге мүмкіндік туады. Әзірге барып қайтуға өте жақсы мүмкіндік болады. Яғни ол да былай айтқан кезде қазіргі тығырықтан шығаратын бір жақсы жол. Өйткені біз жолдардың барлығын жолдауға әлі қаншама уақыт та керек, тағы да басқа жаңағыдай ресурстар да керек. Түсінікті. Жақсы, рахмет Бауыржан мырза. Негізі сіздің айтуыңыздың жаны бар, бірақ жылдың басында бұндай бағдарламаны қолдау ретінде мақсатында, отандық ішкі туризмді қолдау мақсатында отбасымен саяхаттайтын отбасыларға, яғни балаларына жеңілдік бар, иә? Енді тағы басқа қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Ернұр мырза, сізге айтып жатыр. Жол бағдарлама керек деді. Барлық бағдарлама бар. 2019 жылы салалық бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Оның ішінде өзім атап өткен топ 10 аймақ бекітіліп, сол жерлерде инфрақұрылымдық тұрғыдан жаңарту, жақсарту жұмыстары жүргізіп жатыр қазірдің өзінде. Жыл сайын қазіргі таңда бірталай миллиардқа бірталай қай аймақтарға, Ернұр мырза? Қазір осы жерде топ 10 деп айтып кетейін. Ондыққа кім келеді? Бурабай, Шалқар, Имантау, Баянауыл, Алматы тау кластері, Түркістан, Нұр-Сұлтан қалалары, Байқоңыр ғарыш алаңы, Маңғыстау курорттық аймағы, Алакөл екі жағынан кіреді. Осы топ 10 аймақтар приоритеттік тұрғыда қазіргі таңда инфрақұрылымдық жағынан сол жаққа күш көп жұмсалып жатыр. Ол жаққа жолдар жетілдіріп жатыр. Инфрақұрылымдық мысалы кәріздер, инфрақұрылымды жетілдіріп дамыту үшін жұмыстар атқарылып жатыр. Жақсы. Ернұр мырза, рахмет. Дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік, содан кейін жалғастырайықшы. Алло, байланыстасыз. Саламатсыз, менің қойын деген сұрағым Ернұр мырзаға. Жаңа сізде айтып кетті, жаңағы Қазавтожолдың бойына туалеттер салуға мүмкін болады деп, бізде арнайы мемлекеттен бағдарлама бар деді. Бізде программалар мемлекет бойынша ұйымдастырылғандар өте жоғары керемет деңгейде, бірақ нақты мысалы осындай документтер керек. Бюрократиясы көп, іске келгенде қиындай түседі, иә? Иә, бізде сол мысалы жоқ. Бізде түсінікті болса екен, осындай документ, осындай квадратуралар керек бізде деп. Мысалы, қазір Қазақстан бойынша артық деген бір, мысалы, түрде арнайы бір немен көрсетсін, квадрат метрлері, нақты нормативтер көрсетілмейді. Түсінікті, рахмет хабарласқаныңызға, сұрағыңыз өте орынды. Ернұр мырза, жаңа өзімді айтып қалдым, ақпараттандыру жұмыстары шынымен ақсап тұр. Кәсіпкерлер, мысалы, Бақберген мырза да қатысып отыр. Қатысқысы келеді, ниетін білдіріп отыр, бірақ қандай құжат, іске келгенде әкімшіліктен қабылдамайды, бірнеше күнге, бір аптаға созылады бұл процесс. Жеңілдетуге бола ма?
Уақытты созбай. Құжаттардың барлығын бірден парақшаға, әлеуметтік желілерге, болмаса осындай бір акция жариялап, пиарды неге күшейтпеске? Оның бәрі жұмыс ойда, жоспарда бар. Біздің Қазақстан Travel деген ұлттық туристік порталымыз бар. Оның ішінде осы Қазақстан Travel деген ұлттық туристік портал бар. Соның ішінде арнайы модуль жасақталады. Осы іс-шараларға, қолдау шараларына қатысты арнайы модуль болады. Оның ішінде сол қандай қолдау шаралары бар, қандай құжаттар керек. Қысқасы кәсіпкерлерге ақпарат сол жерде. Сол ақпарат сол жерде. Қайталап өтіңізші? Қазақстан Travel парақшасы сайтына кіріп ақпарат ала аласыз. Болады. Ол әзірленіп жатыр. Алдағы уақытта болады. Қазіргі таңда толық ақпарат Қазавтожол немесе бізге хабарласып, біздің мамандармен ақылдасуға болады, немесе жергілікті әкімдіктермен солар арқылы. Ернар мырза, болады ғой, бірақ хабарласу мүмкін емес қой? Мүмкін. Бізге хабарласын. Номеріңізді айтып кетіңіз осы жерде. Хорошо. Номеріңіз есіңізде жоқ па? Айтып өтсеңіз осы жерде. 8-701-370-62-27. Міне, тамаша, естеріңізде болсын. Қосыла кетіңіз. Жауапқа қосымша. Нақты осы сұрақ бойынша ұлттық компания Қазавтожол деген олардың сайтында, ресми сайтында осы қолдау шара бойынша барлық толығымен ақпарат бар. Сосын қандай құжаттар керек екен тізімі көрсетілген. Сонымен қоса, міне жер бойынша айтып кетті ғой ағамызды. Қазавтожолдың енді жол бойында кез келген жерде туалет қойға болмайды ғой, придорожный сервисті. Сондықтан Қазавтожол талаптарға сәйкес беріледі. Талапқа сәйкес жолдың қауіпсіздігін ескере отыра арнайы жерлер белгіленген. Сол жерлерге егер кәсіпкер сондай ынтасын ниеттенсе, ол сол кісіге береді ол жерді. Ондай қиыншылық жоқ. Бұл жерде басқа сұрақ. Сол мысалға жол бойында көліктер қанша өтеді? Ол кәсіпкер үшін ол қалай тиімді болады? Мәселе сол болып тұр ғой. Ағын аз болса, ол жерге бара бермейді. Ол жерді береді деп керемет айтып отырсың. Соны алу оңай емес. Дұрыс айтады, жаңағы жемқорлық мәселесі ғой. Мысалы, қарапайым мен сияқты, Бақберген мырза сияқты бір кәсіпкер келеді. Ниет білдіреді, бірақ осындай өтімі жақсы. Придорожный сервисті үлкен жол мойнында менге. Ал соны қолдау жоқ. Ал соның документін тұрлау үшін маған 1,5 жыл уақытым кетті. Қазавтожолға барып? Қазавтожолда болдық. Енді оның бәрі менің жақсы білмейсің болам. Қай жолда? Оны бағдарламаның соңында айта жатарсыздар. Бауыржан мырза, осы жерде сіздің алып қосарыңыз бар болса тыңдап алайық. Бізге хабарласып жатқан көрермендер өте көп. Байланысты қосып тыңдап көрейікші. Бауыржан мырза, бар ма айтарыңыз? Бұл жерде менің айтып кетейін дегенім жаңағындай осы туризм біз жаңағындай тек қана мынау мәселесіне ғана көшіп жатырмыз, дұрыс қой, өйткені қазірдің өзінде жалпы барлық туризмде қандай жаңағындай өзен көлдері бар, табиғаты бар, барлығы бар, келемдеушілердің саны өте көп. Осы соңғы мынау карантиннің өзі оны жақсы көрсетіп берді. Біз осы әрбір қаланы, бұл жерде біз осы Астана, Нұр-Сұлтанның маңайын емес, Алматының ғана маңайын емес, біз қазіргі уақытта жаңадан мысалы ашылып жатқан, білесіздер, Ұлытау облысы бар, оның әр жағында анау Абылайды хан көтерген жаңағындай жақсы жерлер бар ғой мысалға. Сол жерлердің барлығын транзитті бізде облыс орталықтары бар. Сол транзиттің өзінің әлеуетін арттырудың жолдарын қарастыруымыз керек. Мысалға жаңағындай біз неге жаңағындай осы қысқа ғана жолмен осы мынау екі облыстың ортасын жүруге жаңағындай бір 200-300 ғана километр жолды жалғайтын болсақ, мысалы Қызылорда мен Жезқазғанның ортасын. Былай айтқан кезде оңтүстіктен келетін орталыққа, солтүстікке шығатын үлкен нөпірді қамтамасыз етеміз. Ол деген сөз сол жердегі қаншама адамдардың қосымша нәпақа табуына, мүмкіндік алуына мүмкіндік береді. Сол үшін жаңағындай транзиттік потенциалды да біз естен шығармауымыз керек. Өте дұрыс айттыңыз. Бауыржан мырза, рахмет. Әлі де байланыста болыңыз. Бізге хабарласып отырған көрерменді қосып көрейікші байланысқа, тікелей эфирге. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Есіміңіз кім? Және қай жақтан хабарласып отырсыз? Есімім Ербол, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұмадан хабарласып тұрмын. Сұрағыңызды жолдай берсеңіз болады. Бізде Алакөлде екі ауыл бар ғой, Ақши мен Көктұма деген. Ақши соңғы кірген ауыл. Ол жер жақсы дамып жатыр, сондықтан жұмыстан жақсы жүріп жатыр. Ал Көктұмаға да соңғы жылдары жақсы көз демалушылар ағылып келіп жатыр. Өсіп жатыр демалушылар саны. Жұмыстар жүріп жатқан жоқ, жүріп жатыр. Шаралдағы аэропорттан рейстер ашылып жатыр, естіп жатырмыз. Жаңадан пойыздар
алып жатыр. Бірақ енді адам жыл сайын көбейіп жатыр, бірақ мына жақта сервис жағы кішкене нашарлау. Жақсы, түсінікті. Сервис жайындағы сұрағыңыз. Қараңыз, бізге участок берілген, мен қазір Жалақөлдің жағдайына хабарласып тұрмын. Нақты сұрағым былай. Бізге участок берілгені, осындай пансионатта қосалқы үшін берілген 15 жыл болды. Соның биыл ғана электр желілерін жүргізіп, нақты қолға жұмыстар электр желілерінен биыл ғана жүргізіп жатыр. 15 жылдан бері. Түсінікті. Су осы уақытта шешіп жоқ. Судың жағдайы. Су. Дұрыс. Инфраструктура мен сервис туралы қойған сұрағыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет, Ербол мырза. Өкінішке орай уақыт өте тығыз. Жағалаудың да жағдайы мәз емес. Түсінікті. Жағдай мәз емес, және 15 жылда атқарылған жұмыстар енді шеті көрініп жатыр. Кәріздер енді тартылып жатыр, суда жоқ. Түсінікті, осындай мәселелер көп қой енді елде. Өзіміздің аймақтағы осындай рухани азық беретіндей мекендерді дамытуға ешқандай күш салынып жатқан жоқ. Бұл жайлы ақпаратты қарсы білдірткіңіз келсе, я болмаса ойды толқыңыз келсе. Бұл сұрақты негізі жарнамада кейін талдайықшы деп отырмын. Сізге жарнама кезінде түсіндіремін. Көрерменнің сұрағын жалғастырамыз жарнамадан соң. Алыстамаңыздар. Тұралаған туризм бүгінгі айтарым бардың тақырыбы, және осы тақырыпты талқылауға келген сарапшыларымыз дәл қазіргі бағдарламаның түйінін жасайтын болса. Енді, Болатбек мырза. Не істесек те сапалы тірлік істейтін болса, туристің бәрі бізге келетін болады. Жақсы, Болатбек мырза, мен айтып үлгермедім, тез жауап бердіңіз дегенмен қазір уақыт бар, өйткені бізге жарнамаға дейін хабарласқан көрерменнің сұрағы жауапсыз қалып тұр. Ернұр мырза, жаңа айтып қалды, 15 жылда біздің ауылымызда инфраструктура енді жетілдіріп жатыр. Кәріздер енді тартылып жатыр, судың өзі болған жоқ. Неге солай дейді? Сервис пен инфраструктура туралы сұрағы. Инфраструктура мәселесіне қайталап айтып кетейін. Туризм енді приоритеттеніп жатқан сала. Оған дейінгі туризмге ешкім көңіл аудармаған болса. 2017 жылдан бері табыс көзі ретінде қалыптасқан. Сөз ретінде. 2017 мемлекеттік бағдарлама 2019 жылы қабылданды бағдарлама. 2019 жылдан бері сол топ 10 аймақ бекітіліп, Алакөл соның ішінде бар. Сол жердегі инфрақұрылымдық мәселелер шешіліп жатыр қазір. Сол шешіліп жатыр деді ғой. 25 жылға дейін сол бағдарлама жоспар 25 жылға дейін. Сол уақыттың ішінде топ 10 аймақтың көптеген инфрақұрылымдық мәселелері шешімін табады. Жақсы, рахмет. Енді өздеріңізден былай сұрайыншы, Анар ханым, Ернұр мырза, сіз қай елге барып саяхаттап көрдіңіз? Көп елге барған жоқпын. Көбінесе мен Қазақстан. Отандық ішкі туризмді қолдайсыз. Осы күні кеше Баянауылдан келдім. Баянауылға барып келдіңіз. Жолы ұнады ма? Жолы жақсы. Жақсы. Бірақ өзіңіз енді маман ретінде көріп келдіңіз, минус плюс тұстарын тізіп тұрып есепке алдыңыз. Әрине болады, бірақ мен айтайын деген, мысалы, астаналықтарға, Нұрсұлтан қаласының тұрғындарына, Бурабайға мысалы қазір туроператорлар, турагенттер ұсынады. Бір күнге, 2 күнге 15 мың теңге деген. Қымбат па? Ол топтық жоқ, ол қымбат емес. Өйткені өзіңіз барсаңыз, шығыңыз көп болады. Өйткені бензинге төлейсіз, мысалы, тұруыңыз бар. Топтық саяхат өте қолайлы. Ұйымдастырылған. Ол ақпаратты біз қай жерден ала аламыз? Ол туроператорлардан аласыз. Туроператорлардан, бұл мысалы әлеуметтік желіден. Жақсы. Анар ханым, сіз қай жерге барып келдіңіз? Мен осы сәуір айында Көлсай көлдерінде болдым. Сосын Шарын, Шерінский каньон деген ұлттық паркінде болдым. Сондықтан қолдайтыным ішкі туризм әрине. Жақсы, рахмет. Енді бағдарламамызды түйіндесек, Бауыржан мырза, сіз экономист маман ретінде еліміздің экономикасын көтеру үшін, дамыту үшін не істеу керектігін тағы да айтып жіберсеңіз осы жерде, қандай туризм түрін дамыту керекпіз? Мәселен, мен дәл қазір осы жерде сұрап қалайыншы сізден. Кешегі Түркістан біздің рухани мекен, қасиетті мекен, негізі рухани азық беретіндей осындай орталықтың бірі ғой. Ежелгі тарихы бар. Бірақ қазір ойын-сауық орталығына айналып кеткендей секілді. Келісесіз бе? Бауыржан мырза, байланысасыз ба? Рухани құндылықтарды артырып, я болмаса рухани мәдениетті, демалыс мәдениетін дамытудан гөрі біз материалдық құндылыққа көшіп кеткен секілдіміз. Жақсы, байланыс енді орнатылғанша сізге ортақ сұрақ қояйыншы ортаға. Болатбек мырза, келісесіз бе? Келісемін. Мен келіспеймін. Келіспейсіз бе? Неліктен, Бақберген мырза? Рухани құндылық ол әр адам өз жеке ішіндегі керек зат қой. Бірінші түрде ол адамдарға керек болу керек. Біреуге рухани үшін, біреуге ойын сауық үшін не болса да, ол адамдар баратын бір жер болу керек. Өзінің қажеттілігін толыққан қамтамасыз ететін жер болса,
жеткілікті. Ал оның қандай позицияда болатыны сол жерде кім жүргізеді, қандай адам сол жерге жауап береді. Сол сұрап тұрған материалды құндылыққа бет бұрған секілдіміз. Ол жақсы емес пе? Материал, егерден мен бір жерге ақша төлесем, ендеше ол жер дамиды. Егер ақша төлемесем, тек көзбен көріп қайтсам, ақша қалдырмаса ол жер дамымайды. Иә, орынды ол пікіріңіз, рахмет. Енді түйіндейік бағдарламаны. Ойыңызды естейікші. Елімізде туризм түрлері көп. Еліміздің азаматтарына, еліміздің туризмі ол тек жағажайдағы туризм болса, сырттан келетін азаматтарға көбінесе Қазақстан ол экотуризм. Сол экотуризм деп келеді ол осы жаққа. Оның әсіресе Алматының маңайында және басқа да ұлттық парктерге осындай рухани азық, таза ауа алуға келеді. Ал еліміздің азаматтары көбінесе таңдайтыны ол жағажай туризмі. Оның мерзімі өте аз бізде, 2-3 ай жылына. Маусымдық туризм. Сол себепті еліміздің азаматтарына тек қана сол жағажайлық туризм емес, басқа да елін тану үшін туристік сезоннан тыс кезде елін аралап, мысалы наурыз айында Түркістанға барып, қыс мезгілінде Алматы немесе Шығыс Қазақстанға барып демалуды өзіне сәнге айналдырса, сонда ғана бірте-бірте еліміздің туристік нысандар дами бастайды. Сұраныс болса дейсіз ғой? Сұраныстан бұрын сол мекендерді таңдап жатқан туристерге жағдай туғызылса, неге бармасқа? Мен де таңдар едім. Отбасымен бірге бірнеше айға кетер едім. Анар ханым, енді тағы да сұрап қалайыншы сізден, материалды құндылыққа асырылып кеткен жоқ па? Осы рухани құндылықтан біздің туризм. Енді қанша мекен бар, қасиетті мекендер бар. Соларды неге дамытпай отырмыз? Приоритетті тұрғысынан қарағанда неге соны бірінші қатарға, бірінші шепке қоймай отырмыз? Мен бұл жерде Ернұр мырзамен келісемін. Біріншіден, екіншіден міне атап кеткен біздің үлкен мемлекеттік бағдарлама бекер қабылданбаған. Оны қабылдау кезінде қаншама мамандар қарастырды, оны талқылап жазған кезде. Сондықтан біз әрине Қазақстанды рухани жерге барып, вообще Қазақстан түгелімен алсақ, шашылып қаламыз. Бюджетіміз жетпейді, Ернұр мырза айтқандай. Сондықтан осы бағдарламаны ұстанып, осы топ нақты 10 туристік дестинацияға назар аударатын болсақ, алдыңғы 10 жылдың ішінде біздің Қазақстандағы туризм жақсы дамыған елдердің біріне айналады деп сенімдемін өзім. Рахмет. Болатбек мырза, материалды құндылық бірінші қатарда секілді, рухани орталықтарды, мекендерді, қасиетті мекендерді дамытуға сіздің көзқарасыңыз, бәлкім сіз де қарсы шығарсыз? Мен қазақстандықтарды мәдениеттілікке, осы туристі қолдауға, соның барлығын ұйымдастырып, таза табиғатты сапасын жоғары дәрежеде өткізуді соны шақырамын. Онда дәл сізден, сіз бағдарламаның басында да жақсы айттыңыз, қазақтың осы демалу мәдениеті қалыптасқан ба? Қалыптастыру үшін не істей аламыз? Сол үшін мектептен бастауымыз керек. Мектептен кәсіпкерлікті үйрету керек. Мектептен мәдениетті тәрбиелеу керек. Сонда ғана біздің туризм жүреді. Демалу мәдениетін дұрыс айтады, дұрыс. Жақсы. Осы пікіріңіз бүгінгі бағдарламаның әдемі түйіні болсын. Енді көбіне демалыс рухани жерлерге барып демалу емес, көбіне демалыс кешкісін саунаға барып, болмаса бір көптеген орталықтарды мен айта алмай отырғанды Бақберген мырза көзіңізден түсініп отырсыз. Осындай орталықтарға барып демалуны мен ғана шектеледі. Негізі демалу мәдениеті да қалыптастырудың өзі өте маңызды. Бүгін бағдарламамыздан түйгеніміз Қазақстан басқа елдерден ерекшеленіп тұратын туризм жүйесін қалыптастырмай, туризм саласында өз үлесін ала алмайды. Қысқасы, туризм гүлденбей, тұрмыс түрленбейді. Аман сау болыңыздар.